Қарапайым вазелиннің сіз білмеген қандай пайдасы бар? Бұл туралы осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Вазелин майын көбінесе ерін жарылғанда жағамыз, алайда вазелиннің одан өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Ол тек медицинада ғана емес, металдарды коррозиядан қорғауда және электроникалық өнеркәсіпте де қолданылады. Ең тиімді тұсы оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағада алуға болады. Осы орайда вазелиннің күнделікті өмірде қолданылар пайдалы тұстарын айта кетейік. Біріншіден, шаш бояу кезінде теріні қорғайды. Шаш бояу құлақ, мойын, маңдай терілеріне жұқса кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесіде шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алсаңыз, оған тиген бояудан тезде құтыла аласыз. Екіншіден, бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданыңыз. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездері болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарын өшіріп тастасаңыз болады. Үшіншіден, кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, бір айда оң нәтижесін байқауға болады. Төртіншіден, әтір иісі тұрақтылығы үшін, яғни сүйікті парфюміңіз теріде барынша ұзақ сақталу үшін құлақтың түбіне, білекке және басқада әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда әтір суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды. Бесіншіден, тері ауруы мәселесінде. Медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізден оң нәтиже байқайсыз. Алтыншыдан, тұмаумен ауырғанда тұмауратып, ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Жетіншіден, сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны біршама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Ал сіз вазелинді қандай пайдаңызға қолданасыз? Бұл туралы пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.